5 сынып пайыз бойынша жиынтық бағалауды талқылайтын боламыз. Бірінші нұсқа пайызға айналдыр дейді. Яғни 0,152-ні пайызға айналдыратын болсақ, бұны 100%-ке көбейтеміз. Бізде 52% болады. Жай бөлшекке керісінше айналдыр десе процентті, онда 100%-ке бөлеміз. Яғни осы 48%-ті 100%-ке бөлгенде бөлшек түрінде жазуға болады. 48% 100% бөлінген. Екеуі қысқарады, 4-ке қысқарады. Олай болса 12 болады. 100% 4-ке бөлсек 25 болады. 25-тен 12. Одан кейін пайызға айналдыр деп тұр. Ол кезде біз 100%-ке көбейтеміз. Бұл жерде 25 пен 100 қысқарады, 4 қалады. 100-ді 25-ке бөлгенде 4 қалады. 14-ті 4-ке көбейтетін болсақ, 56% болады. Келесі екінші есепте 56 санының 25%-ін табу керек. Яғни санның процентін табу үшін біз санды процентке көбейтеді екенбіз. 56-ны 25%-ке көбейткен кезде 100-ден 25, 56-ны 4-ке бөлетін болсақ 14 шығады. Келесі 60 санның 120%-ін тап десе де дәл осындай әдіс 60-ты 120%-ке көбейтеміз. 60 сол күйінше жазылады. 120-ны процентке айналдыратын болсақ 100-ден 120. 100 бен 60-ты қысқартатын болсақ 6. Одан кейін мына жерде 10 қалады. 10-ды 120 мен қысқартатын болсақ 0-дері қысқарып кетеді. 10 мен 6 мен 12-ні көбейтсек 72 шығады екен. Проценті 8-ге тең санды табыңдар. Яғни проценті бойынша санды табу үшін санды процентке бөлеміз. Яғни 40%-ке бөлгенде бар көбейтуге айналдырамыз. 8 көбейтілген 40-тан 100 болады. 40 пен 8 қысқарады, 5 қалады. 100-ді 5-ке бөлетін болсақ 20 шығады екен. Одан кейінгі 4-ші есепте еркін бірінші күні кітаптың 20%-ін дейді. Яғни бірінші күні белгісіз, бірақ 20%, барлығының 20%. Екінші күні барлық кітаптың 35%. Бұл да белгісіз, бірақ 35% дейміз. Ал үшінші күні қалған 90 бет. Яғни үшінші күні 90 бет. Бұл қалғаны. Олай болса, осы қалғаны арқылы барлық бетті тауымыз қалады. Ол үшін проценттерді қосамыз. 20%-ке 35%-ті қосатын болсақ, бізде 55% шығады. Бұл енді оқығандары. Енді қалғанын табу үшін 100%-тен 55%-ті азайтатын болсақ, бізде 45% шығады. 90-ды бөлеміз 45%-ке. Бізде 90 бөлу 100-ден 45. Бұл көбейтуге айналдыратын болсақ, 90-ды көбейтеміз 45-тен 100-ге. 90 мен 45 қысқарады. 2, 100 бен 2-ні көбейтетін болсақ 200. Бізде барлық бет 200. Яғни біз барлығын анықтадық. Енді жеке-жеке бірінші күндікі қанша, екінші күндікі қанша екен анықтау үшін 200-дің бірінші 20%-ін анықтаймыз. 200 бен 20-ны көбейтеміз. 200 көбейтілген 100-ден 20 қысқарады. 2, 40 болады екен. Яғни бірінші күні 40 бетті оқыған. Екінші күні 35%-ін табатын болсақ, 200 көбейтілген 100-ден 35 тағы да қысқарады. 2 мен 35-ті көбейтетін болсақ, 70 бет. Екінші нұсқасын талқылаймыз. Бірінші есепте пайызға айналдыр 0,100-ден 48-і пайызға айналдыру үшін оны 100%-ке көбейтеміз. Олай болса, бізде 48% шығады. Босында жай бөлшекке айналдыр. Керісінше жай бөлшекке айналдыратын болсам, 52-ден 100, яғни 100-ге бөледі екенбіз. 100%-ке бөлген кезде қысқарады. Бұл жерде бізде 4-ке қысқарайын деп тұр. 52-ні 4-ке бөлсек 13 шығады. 100-ді 4-ке бөлсек 25 шығады. Келесі пайызға айналдыр. Тағы да пайызға айналдыратын болсам, 100%-ке көбейтемін. 20 мен 100-ді қысқартамын, 5 болады. 17-ні 5-ке көбейтетін болсам, 85% шығады екен. Келесі екінші есепте табыңдар, яғни 175 санның 20%. Санның процентін табу үшін санды процентке көбейтеміз. Яғни 175-ті 20%-ке көбейтетін болсақ, 175 сол күйінше жазылады. 20%-ті бөлшек түрінде жазылған. 100-ден 20. 100 бен 20-ны қысқартамын. 5-тен 1 қалады.
5 пен 175-ті қысқартып жіберемін, 35 шығады екен. Яғни 175 санның 20%, ол 35-ке тең екен. Одан кейінгі басыншы есепте 70 санның 130%. Дәл солай 70-ті 130%-ке көбейтемін. 70-ті сол күйінше жазамын, 130-ды бөлшек түрінде жазамын, яғни 100-ден 130. Ары қарай 100 бен 70-ті екеуінде 10-ға қысқартамыз. Сонда 10 болады. 10-ды 130-бен қысқартып жіберетін болсақ, 13 болады. 7-ні 13-ке көбейтетін болсақ, 91 шығады екен. Келесі, үшінші есепте 60% 12-ге тең болатын сан табу керек. Яғни барлық сан табу керек. Бұл екеуде бөлік. Проценті бойынша берілген сан табу үшін санды процентке бөлеміз. Яғни 60%-ке бөлеміз. 12-ні сол күйінше жазамын. 60% бөлшек түрінде алсақ, 100-ден 60. Бөлуді көбейтуге айналдырам. 12 көбейтілген 60-тан 100. 60 пен 12 қысқарады, 5 қалады. 100-ді 5-ке бөлетін болсам, 20 шығады. Келесі төртінші есепте бізде Айман бірінші күні кітаптың 28%-ін оқиды. Яғни белгісіз бірақ процентпен берген. Екінші күнде белгісіз бірақ барлығының 40%-ін оқиды. Ал үшінші күні 120 бетін оқиды. Бұл қалғаны. Олай болса, біз мына қалған бөлігі арқылы барлық кітаптың бетін анықтаймыз. Содан кейін жеке-жеке бірінші, екінші күні оқыған анықтайтын боламыз. Олай болса, проценттердің барлығын қосайық. 28%-ке 42%-ті қосамыз. Бізде 70% шығады. Бұл оқығаны. Ал оқылмағаны қанша екен анықтау үшін 100%-тен 70%-ті азайтсақ, 30%-ті бізде қалғаны. Енді бізде қалғаны 30% және 120 бет. Осы арқылы біз барлық бетті анықтаймыз. Яғни проценті бойынша санды анықтау үшін 120-ны бөлемін 30%-ке. 120-ны сол күйінше жазамын. Бөлу 100-ден 30. Ары қарай қысқартамын. Бөлуді көбейтуге айналдырып аламыз. 120 көбейтілген 30-дан 100. 30 бен 120 қысқарады, 4 болады. 4-ті 100-ге көбейтсек 400 шығады. Яғни барлық беті бізде 400-ге тең екен. Енді осыдан бірінші күні қанша бетін, екінші күні қанша бетін оқыған анықтаймыз. Яғни берілген санның проценті бойынша анықтаймыз. Яғни 400-ді көбейтеміз 28%-ке. 400 көбейтілген 100-ден 28. Екеуі қысқарады, 4 қалады. 4-ті 28-ге көбейтетін болсам, 112 шығады. Яғни бұл бірінші күндікі. Келесі екінші күндікін анықтаймыз. Яғни 400-ді көбейтемін 42%-ке. 400 көбейтілген 100-ден 42. Екеуі қысқарады, 4 шығады. Сонда бізде 8, 4 пен 42-ні көбейтетін болсам 8, 168 шығады екен.